Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Бөлім су тіршілік көзі. Мақсаты өз бетінше мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды анықтау. Бұл сабақта оқушы тапсырмалар орындай отырып өткенді пысықтайды. Енді балалар оқулықпен жұмыс дәптерлерінде ашып, көркем және әдемі жазумен бүгінгі күн ретін жазып қойыңдар. Балалар, өткенді еске түсіре отырып, мына тапсырманы орындап көріңдерші. Суреттерге назар аударып, тиісті жұрнақтарды жалғау арқылы туынды сын есім жасап көр. Келесі тапсырмаға қарайық. 5-ші жаттығу 71-ші бетте. Өленді суреттердің көмегімен оқы. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Дәл осылай ары қарай балалар өздерін оқып көріңдер. Жазылым. Керекті сөздерді пайдаланып сұрақтарға жауап жаз. Керекті сөздер: ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың. Сұрақтары: күн қандай, аспан қандай? Аспанды қандай бұлт торлады? Сын есімдердің астынсыз, туынды сын есімді сөз құрамына ажырат. Келесі жаттығу 6-шы жаттығу. Жазылым. Мақалды қатесін түзеп жаз. Сын есімдерді тап, олардың негізгі туынды екенін ажырат. 7-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді төмендегі кестеге орналастыр. Әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат. Мысалға, әсерлі әңгіме туынды сын есімге жатады. Сондықтан оны туынды сын есімнің астына жазасыңдар. Тұнық су негізгі сын есімге жатады. Дәл осылай ары қарай өздерін жазыңдар. Балалар, үйге тапсырма 73-ші беттегі 8-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғылан, ол қайратты. Не? Қалай ойлайсың? Өзін тауып көр. Туынды сын есімді тап. Балалар, суреттегі анды білесіңдер ме? Суреттегі анды сипаттап көріңдерші. Бүгінгі негізгі және туынды сын есімдерді қайталау сабағы бойынша өзіңді бағалап көр. Тапсырмалар орындау барысында өзің қай қоржынды таңдайсың? Ойлан. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Тапсырмаларды менің WhatsApp желісіне жіберуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.